достар. KZ ASMR каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде кішкентай ғана химиялық тәжірибе болады. Жай сөзбен сиқырлы лизун немесе слайм деуге де болады. Істеуге тырысамыз. Мен шынымды айтсам бірінші рет істеп тұрғаным. Сондықтан кішкене қобалжып тұрмын. Бірақ барлығы ойдағыдай болады деп үміттенемін. Бұл қораптың сыртында барлығы орысша жазылған. Тек қана мына жерде қораптың ішінде не салғандары жазылынып тұр. Мына жерде лизунды жылтырақтары бар, жалақ деп аударып тұр екен. Жиынтықтама бояуыш пен хожестендіргіш қосылған поливинилді спирт ерітіндісі. Бояуыш пен хожестендіргіш мынау болып тұр ғой. Түсі жасыл. Келесі бізде ең зат қораптың ішіндегі натрий тетрапараты мен глицерин ерітіндісі дейді. Міне мынандай удың суреті ма салып қойған, осторожно дейді. Содан кейін мындай пластикалық ыдыс және де араластыруға арналған таяқша, қолғап. Содан кейін нұсқаулық. Енді нұсқаулығын мен былай алмай қойдым. Өйткені барлығы да мына жерде түсінікті. Онсыз да өйткені бар жоғы екі зат және де таяқша. Біз мынау қолғапты кимейтін шығармыз, өйткені дыбысы қатты шығатын сияқты. Мен өзімнің мындай медициналық қолғапым бар. Соны киіп аламын. Бірақ қолдануға керек емес деуге де болады бұны. Тағы да енді мынау жерді бүлдіруге қорқып тұрмын. Сондықтан бұл жерге мындай ақ қағазды төсей салайын деп отырмын. Осының үстіне бәрін істеп. Ал бісміллә деп бастайық енді. Пластикалық ыдыс пен ағаш таяқшаны алдым. Содан кейін мынау поливинилді спирт растворын қосу керекпіз. Ешқай жерге төгіп алмай. Өте қою екен. Бірақ сыртынан да көрініп тұрған еді. Иісі қатты шығып кетті. Иісі бір сабынның немесе душқа арналған гельдің иісі сияқты. Менің білуім бойынша інім істеп жүргенде осындай слаймдарды соған пена дейді ма, немесе сабын, сондай нәрселерді көп қосады. Мынаның ішіндегісін барлығын алу керек па, білмей отырған.
химиялық заттармен. Ал енді мынаны ақырындап қана ашып құю керек. Мынаның ішіне тетрапарат натрий дейді. Аты қандай? Ашулы химиялық. Менің түсінуім бойынша ай-яй-яй. Менің түсінуім бойынша мынау қоюлататын сусын ба? Бірақ мұндай күйінде әлі лизун немесе слаймға ұқсап тұрғаны шамалы. Кішкене қойып жатыр. Содан кейін жаңағы инструкциясында жазылған таяқшамен кішкене былай алып болғаннан кейін мына пластикалық ыдыстың ішінде мына қолғапты шешіп қолмен араластыру керек деп. Бірақ мен шынымды айтсам, мынау химиялық затты мен өз қолмен араластырғым келіп тұрған жоқ. Қолғап жабысып қала ма екен? Жабыспайды ма екен? Ал енді көрейік. Қатты жабысып жатса енді. Стилініп та қалды ғой мынау зат. Лизун емес, мынау көбірек слаймға ұқсайтын сияқты. Өйткені менің білуімше лизундар кішкене сұйықтау бола ма? Қолға арналған сағыз немесе слаймдарға ұқсайды консистенциясы бойынша. Мындай сағыз сияқты болды консистенциясы. Көлемі бойынша мындай кішкентай ғана. Шынымды айтсам, қолымда иісі қалып қойды мынау заттың. Бірақ иісі бір сағыздың немесе жаңағы айтып кеткендей сабынның иісі сияқты. Әдемі. Үйлеріңізде жылтырақ заттар болса, немесе кішкентай ұсақ ойыншықтар болса, арасына қосып жіберуге болады. Қаттылау қолға лизун емес, мынау жерде жазылған сияқты лизун емес, слаймға ұқсайды. Лизун ол былай істегенде қолының арасынан бүйтіп төгіліп, содан кейін жиналып жататын зат. Менің білуімше енді. Достар, осымен кішкентай тәжірибеміз аяқталды. Мұндай слаймды алатын болсаңыздар, мына жерде жазылғандай барлығын істеу керек. Осы қолға алып мынандай қағазға, көріп тұрсыздар, иә, барлығына жабысады. Қағазға жабысады, мынандай стөлге жабысады, киімге тіпті де жабысады. Сондықтан абайлап істеген жөн.
әсіресе мынау затпен. Және де 14 жастан балаларға, кішкентай балалар істейтін болса, ата-анасының қарауымен істеу керек болады. Осындай бізде бейне баян болып шықты. Шынымды айтсам, бұл слаймды істеген көру қобалжыған көбірек сияқты. Бірақ слаймды істегені өзі 1-ақ минут болды, және де 2-ақ ингредиент, сондықтан істеу